Кейде сізге әлем бүлінген сияқты болып сезіле ме? Қандай да бір нәрсе дұрыс емес сияқты ма? Әуелде Құдай әлемді жақсылыққа толы қылып жаратты. Бірақ біз Құдайға мойынсұнбай, өз жолымызды таңдап, одан алыстадық. Әлем де, сондай-ақ біз де бұзылдық. Киелі кітапта мұны күнә деп атайды. Ал ол жүрегімізден шығып әрекетке, әрекеттен әдетке айналады. Мойынсұнбаудың табиғи нәтижесі өмір қайнар көзінен құралақан қалу. Бұл бөліктенуді біз кінә, ұят, ластануды басымыздан өткізгенде сезіне аламыз. Алайда киелі Құдайдан алыстау арқылы біз күнәмізден арылып, өмірімізді қайта қалпына келтіре алмаймыз. Егер осылай аяқталғанда бұл оқиға қайғылы болар еді. Бірақ Құдай бізге басқа жолды дайындап қойған. Оның әуел бастан бізді құтқару жоспары болды. Құдай өз жоспарын біздің ата-бабамызға білдірген. Киелі кітапта Ыбырайым Құдай алдында сенім бойынша әділ адам болып есептеледі. Құдай Ыбырайымның өз ұлын құрбандыққа беру шешімін өзіне мойынсыну әрекеті деп қабылдады. Алайда Құдайдың араласуымен ол құрбандыққа Ыбырайым ұлының орнына тоқтыны қамтамасыз етті. Құдай әділ, ал біз өлімге әрі одан алыстауға тиіспіз. Сондай-ақ Құдай бізді сүйеді, біздің онымен бірге мәңгі өмір сүргенімізді қалайды. Құдай Ыбырайымның құрбандыққа баласының орнына осы керемет тоқтыны алмастырғанындай, ол соңғы мінсіз құрбандық ретінде бізге Исаны қамтамасыз етті. Иса біздің күнәмізден арылтып, күнә құлдығынан, яғни рухани өлімнен азат етіп, бізді әділ етеді. Иса, яғни толықтай Құдай, біздің құртылған әлемімізге кіріп, кіршіксіз таза өмір сүру үшін толықтай адамға айналды. Ал ол қайтыс болғанда, біздің ұят істерімізді әрі жазамызды өз бойын алды. Ол біз лайықты болған өліммен өлді. 3 күннен соң, ол біздің қайта өлмеуіміз үшін қайта тірілді. Киелі кітаптағы осы ізгі хабар Құдайдың бізге онымен мәңгі бірге мәңгілік өмір сүру үшін жол дайындады. Құдайдың Иса Мәсіх арқылы жасағанына сеніміңді артқанда, ол сенің ұят ісіңді құрметке, кінәсіңді әділдікке алмастырады. Киелі кітапта былай делінген: күнәнің беретіні өлім, ал Құдайдың беретін сыйы еміз Иса Мәсіхтегі мәңгілік өмір. Алайда сыйлық сенікі, егерде оны қабылдасаң. Сен мұны кез келген уақытта мінәжат арқылы жүзеге асыра аласың. Еміз Иса, сен өзіңді менің күнәм үшін құрбандық тоқтысы ретінде таныттың. Мені кешіріп, мәңгілік өмір бере көр. Алғыс айтам. Мен қазір сені ием әрі құтқарушым деп қабылдаймын. Өмірімді өзің басқарып, мені өзіңе ұнамды адам ете көр. Әумин.